Хей, бәрі сәлем, сіздермен бірге мен Данияр, және де бүгінгі видеода біз ақша жайлы айтатын боламыз. Яғни ақшаны біз қалай тиімді пайдалану керекпіз, және де оны қалай құрту керекпіз. Соны біз толығырақ қазір айтып кететін боламын. Ең бірінші ақшаны құртпау керек. Вот самый важный совет мен үшін ол ақшаны құртпау керек. Кеттік қазір мысалмен дәлелдеп берейін. 100 мың теңгелік зарплата аласың, и оны 10%-ын сен өзіне қалдырасың, және де ол 10% оны вообще құртпайсың, и сол 10%-бен сен банкке салып, немесе инвестиция жасауға болады. Сол 10%-мен сен инвестиция жасайсың, немесе банкке салып қоясың, бірақ оны ни в коем случае құртуға болмайды. Ана жолы стримда бір подписчик сұрақ қойған студенттерге қанша ақша табу керек деген. Мен сонда 700 мың теңге жетеді деп жауап берген болатынмын. Не үшін оны қазір айтып кететін болам. Қараңдар, бағанағы 100 мыңды ала берейік қазір. 10%-ын уже құртпайсың, салып қойдың, уже сене 90 мың теңге қалды. Қалған 90 мың теңгеден сен арендаға төлейсің, яғни 50 мың теңгесі төлейсің дейік, и қалған 40 мың теңге, 40 мың теңгенің сен 10 мың теңгесіне бір күнделікті тамағыңды алу мүмкінсің. Қалған 40 мың теңгені сен тамаққа құртатын боласың, және де өзіне керек заттарға құртасың. Қараңдар, осы кез зарплата бітті, сосын не істейсіңдер? Ана жолғы, мысалы, осылай бір жыл жұмыс істейсің, именно екінші жыл келе жатқанда саған срочно ақша керек болады. Сол кезде сен не істейсің? Ана жолға 10% жинағандардың барлығын аласың да, ол уже депозитте жатып, уже кәдімгідей көтерілген ақша болатын. Соны алып, сен уже қолдана бере аласың. Самый главный, оның екі секреті бар. Ол ең бірінші ақшаны құртпау, екінші 10%-ын сақтап қою. И все, осы екеуін егер де күнделікті істейтін болсыңдар, то сендерде уже финансовый грамотность болады, и бай болуларың әбден мүмкін. Ендеше осы видео сендерге ұнады деген ойдамын. Осы видеоның астына лайктарыңды қойып, және де осы каналға тіркеліп, егер кімде-кімді тіркелмесе, то келесі видеоның тақырыбын осының комментарийға жазып кетсем болады. Өйткені келесі видео қандай болатыны сенің қолыңда. Енді күніне 2 видео шығып отыратын болады. Яғни қалған қазір 4 күн қалды менде. Ол 4 күн ішінде мен 2 видеодан шығаратын болам. Ендеше күнделікті менде видео шығады, сол видеолардың барлығын көріп, астына лайктарын қойып, маған поддержка беріп отырсыңдар болады. Бәріне осы видеоны көргендерің үшін рахмет. Келесі кездескенше.